Ассаламу алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын синабонның рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз: ұн, ашытқы, қант, жылы сүт, сахарная пудра, ерітілген сары май, ұнымыз қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды салып, кішкене араластырып, одан кейін жылы сүтімізді құйып, тағы да кішкене араластыратын боламыз. Ерітілген сары майымызды құйып, тағы да кішкене араластырып, одан кейін ең соңында ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Біртіндеп ұнымызды салып, яғни жұмсақ қамыр илеуге кірісетін боламыз. Осылай лопаткамен араластырып, кішкене қоюланғаннан кейін қолымызбен ары қарай жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді жылы духовкамызға көтерілгенше қоятын боламыз. Қамырымыз жақсылап көтерілді. Кішкене қолымызға жабыспайтындай ғана ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымызды 4 бұрыш көлемінде жақсылап жайып алатын боламыз. Қамырымызға ерітілген сары майымызды жақсылап жағып, одан кейін қант пен корицамызды бетіне, яғни салмасын салуға кірісетін боламыз. Одан кейін осылай қолымыздың көмегімен рулетті орағандай етіп, жақсылап орап алатын боламыз. Синабондарымыз әдемі, яғни түзу кесілу үшін осылай жіптің көмегімен жақсылап кесіп алатын боламыз. Духовкамызға 150 градуста 30-35 минут көлемінде қызарғанша пісіретін боламыз. Креміне творожный сыр, сахарная пудра және ерітілген сары майымызды жақсылап араластырып, ыстық күйінде осылай синабонымыздың бетіне жағатын боламыз. Сол кезде синабондарымыз жұмсақ, дәмі ерекше болып шығады. Міне біздің синабондарымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шығатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын.